дегендер бар. Бұрын біз айтатын едік, әйелінен қорқады деген. Қазір уже мына заманда уже әйелін жағына автоматически ауысып кеткендер бар уже. Өзінің әке шешесі төркіні сияқты болып кеткен. Қайын жұртымен бірге тұрады, папа мама деп әйелінің өзінің папа мамасының арасында бір бөтен адам сияқты. Қалдан қалай? Тірісіңдер ме әйтеуір деген секілді жағына. Ана жаққа жанын беріп, дымы қалмай жүретіндер бар. Баяғыда қыздар жағдайына қарап шығады дейтін еді, қазір жігіттер жағдайына қарап үйленетін болып тұр қыздың. Да, түріне қарамайды, жағдайы жақсы болса болды әйтеуір. Қиналғысы келмейді, қазір сондай заман болып жатыр. Мен бір досым бар, атын айтпай-ақ қояйын, қайтем енді. Әкесі, анасы бар, бірақ мына жақта тұрады. Мен айтам, сен деген қол аяғың балғадай нормальный жігітсің ғой. Есің дұрыс па? Айдың күні аманда. Не құрсың ол жақта? Заводтары бар, фирмасы бар, просто жүру жатыр. Әкең мен шешең жағдайын сіз қай жақта жүрсің де құрсын. Әкесі мен шешесі қаланың шетінде тұрады. Жақында өмірден өтіп кетті жаңағы. Білем, әкесі қай үйде тұрғанын. Бірақ зират басында мақтанып тұр ғой. Жаңа жігіттерге айтады, достарын жинап алған айтады. Ана зираттың ортасынан бір жер тауып алыпты, мақтанып тұр. Мына жерді әзер таптым, әкеме не аяйым дейді. Мен білем ғой енді. Мен айтам да, тірісінде сол центрдан үй алып бермедім бе, жақсы көрсең. Енді өмірден өткеннен кейін не керек ол кісіге енді? Жұмыстан кешіп қала ма? Мәз болып тұрды. Біз енді көбіне байқасаңыздар, кейбір жігіттер бар, кәдімгідей уже қайын жұрт жаққа қарай ауысып кеткен, әкесі мен анасының бір арасында ғана көріп, не қылып тұратын. Жағдайын келе ме? Қайын жұрт емес, өз жұртыңды ойла. Жігіттер, өмірден өтеміз ғой барлығымыз. Ешқашан күйеу баланы қайын жұртына апарып жерлемеген. Мынау атасымен жақсы ет деп оның қасына көнбейді. Немесе мынау енесімен жақсы ет деп. Балдыздарымен күштет, соның қасына жатсын демейді. Бәрі өзің туыстарың қасына апарып жерлейді. Сол кезде не айтасың? Келдің бе деп сұрайтын шығар, енді қайдан білейін ол жақтан жаңағы. Мәңгілік өмір сол жақта ғой, сол мәңгі бетіне қарай алмай жүресің ба ата бабаң? Келімді де сол жаққа жерлейді. Жұмақ анаңды ойлау керек жігіттер. Жұмақ анаң табан астында дейді. Мынандай сөз жоқ, жұмақ ененің табан астында деген. Енең табан астында деген жоқ қой. Анаң табан астында. Ананы сыйлау керек. Ананы құрметті керек. Қолынан келсе бауырларыңды, айналадағы бауырларыңды айналаңа жина. Тірісінде мына үй сал бір бауырыңа, мына жағынан бір бауырыңа үй салып бер. Қолыңнан келіп тұрса, апа жездеңенде көмектес, ол да бауырың. Тағы да айналаңа жина. Өмірден өткеннен кейін папамның қасына жатамын, ана жерде атам жатыр, ана жерде анау жатыр, бәріміз бір қауым болып, осы жерде біздің ру жатыр деген ол не ол? Тірісінде бүйтіп айналада болмағаннан кейін, өмірден өткеннен кейін қай жақта жатсаң да ол не важно. Сонда тірісінде керісінше бауырлар жаққа қарай ауысу керек.